Армысыз, қадірменді аталарым, алып ем жас кезімде баталарың, содан да осынша жас жасадым ба, кешіргін өз басымның қаталарын. Мен өзім Балықбайдың оспанымын, өмірдің қиындығын тосқан ұлмын. Алланың шапағаты қолдап жүрсін, азда болса үлесті қосқандығым. Балықбай ұлы Оспан 1935 жылы 11 наурызда Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыларық, қазіргі Көшек Батыр ауылында дүниеге келген. Әкесі Мейірманұлы Балықбай ғұмыр бойы шопан болып, тіптен Ленин орденінде алған. Оспан әкеміздің алғашқы білім алған жері Қызылжар бастауыш мектебі болып, онда 1 мен 5 сыныптар аралығын оқып бітірген. Содан соң Жамбыл қаласындағы Жамбыл атындағы мектепте 6-7 сыныптарын оқып, 1952 жылы Үшарал орта мектебін тәмамдады. 1953-54 жылдары Шымкент шаһарындағы мұғалімдер институтын бітірді. Осы жерде отырған жұрт менің кім екенімді білді де айтты да. Жасымыздан жетім қалдық. Жасыратын жабатын жоқ, шешеміз екеуміз Үшарал ауылында 4 күні сол ауылға барып оқуды, бір кішкентай оқу бітіріп алып мұғалім болдық. Сол жерден оқуды жалғастырып, үлкен оқу бітірдік. Әйтеуір біраз өзімізге тиісті, ырысы нәсібімізді теріп жедік. Оның үстіне тәкір келді дүниеге, тәкір келгеннен қарнымыз тоя бастады. Сафура келді, жүдә тойдық. Енді тойыншылық болған Аубақыр келгенде тойыншылық болды. Жасыратын жоқ, жабатын жоқ. Туысқанда керек болды, туғанда керек болды, ағайында керек болды, жекжатта керек болды. Осы балалардың арқасында біреуді әке деп, біреуді жәке деп, біреуді көке деп, біраз күн көрген жағдайымыз бар. Құдайдың бұлса шүкір, міне осы қалда жеттік. Балаларымыздың дендері сау, отбасылар аман болсын. Осы балалардың саясында мына біз жүре берейік. Ал осындан келген кісілердің қатындарыңызға гүл бітсін, сіздердің үйлеріңізде бақ береке болсын, қыдыр шалып бақ болсын, бәріңізде осындай жақсы жағдайға жете беріңіздер. Мен осындағы өзімнің туған-туысқандарым, ағайындарым, келген жекжаттарым, тәкірімнің құрдастары, жолдастары, өзімнің бауырларым, бәріне де осындай құдаларым жақсы тілектеймін. Сіздерге де апамның жолын беріп жүзге жетіңіздер. Әкесі Мейірманұлы Балықбай 1949 жылы мезгілсіз қайтыс болғаннан кейін Сұлтанбек қызы Әсемкүл апамыз ұлын тәрбиелеп өсірген. Асылдың сынығындай ізгі өмірдің, сыйлаған махаббаттың бізге гүлін, анасы бір әулеттің Әсем апа, ғасыр әже, мың тағзым сізге бүгін. Есірақтарым, келген қадамдарға гүл өссін, жастарың ұзақ болсын, айналайын осы көпшілік. Елдерің тиіс болып, өздерің аман болып, Құдай бас болса берінде өсіп. Не айтайын алдыңыз? Айтатының бар ма? Әумин, қауыл болсын батаңыз. Ал ендеше бүгінгі мерей той егелерін әдемі де. Әсемкүл апамыз 98 жасқа келіп, 2006 жылы дүниеден өтті. 13 жасында әкеден айырылған Оспан атамыз жұмысқа ерте араласты. Түгіскен орта мектебінде пионер вожатые. Сонан соң математика пәнінің мұғалімі болып қызмет жасады. 1963-1965 жылдар аралығында Түгіскен орта мектебінің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі болып еңбек етті. Балықбайұлы Оспан 1956 жылы Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтына түсіп, 1962 жылы математика мамандығы бойынша бітіріп шықты. Ол кісіге орта мектептің математика пәнінің мұғалімі деген квалификация берілді. 1965 жылы Көшек Батыр ауылында Жамбыл атындағы 8 жылдық мектеп ашылып, Балықбайұлы Оспан сол мектепке мұғалім болып ауысты.
Оспан атамыз Жамбыл атындағы 8 жылдық кейін орта мектеп болып қалыптасқан. 1994 жылға дейін осынау білім шаңырағында ұстаздық қызметін адал атқарды. Бір ғұмырдың жартысындай болған 40 жылдан астам уақыт бойы мұғалім болған Оспан ағайдың жүздеген түлектерінің арасында белгілі белді ғалымдар, ардақты қоғам қайраткерлері және елге танымал қызметкерлер де жетіп артылады. 1994-1996 жылдар арасында жаңадан құрылған Көшек Батыр совхозында бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеді. Оспан атамыз, жұбайы ұл болған апамыз екеуі 10 бала, 31 немере және 15 шөбере сүйді. Ағайын туғанның, жекжат жұрағаттың, дос жаранның жиындарында ақ батасын ақтарып, жақсы тілегімен, жайдарлы бейнесімен есімізде мәңгі қалды. Енді апам үшін бата берейін деп отырмын балаларыма. Құдайым берсін, айтқаның келсін, бағың кетпесін, жаманшылық жетпесін, басыңа бас қосылсын, жаныңа жас қосылсын, келген құда бақ болсын, балаларының орны өзгермейтін тақ болсын. Қыдыр шалып жол болсын, дастарханың мол болсын, бақ қонып кетпесін, жақсылық айналып өтпесін, өмірің ұзақ болсын, кедеш жылы осы уақытта Балықбаевтар семейсіне тағы да бір сәби қоссын. Жарылқап Құдай жандығыл, есіркеп Құдай малдығыл, Қазақстан Республикасының азаматының алдығыл. Алтыннан болсын жағаң, күмістен болсын тағаң, бұрынғы өтіп кеткен ата бабаңның бағы болсын саған, бата берген атаң Оспан. Атамыз 2012 жылдың тамыз айының 11 жұлдызында бұл дүниемен мәңгілікке қош айтысты. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын, жандарыңыз жәннатта болсын. Әумин. Жас едім, өмір кергін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайламаған. Жан әке шертіп сезім домбырасың, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманың асқарына қол ашырсаң, алдымда асқардау боп сен тұрасың. Арманың асқарына қол ашырсаң, алдымда асқардау боп сен тұрасың. Бұл күнде мен өзеннің арнасымын,